Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Анамның өмірін қайталағым келмейді. Анасын көріп қызын ал, аяғын көріп асын іш. Осы мақал мені қатты ызаландырушы еді бала кезімде. Кішкене қыз емес, енді бой жетіп келе жатқан шағым болатын. Ауылда тұратын жел өкпе сөзге құмарлар мектепте еден жуушы болып істейтін анамды оған ара-тұра барып қолқабыс жасап жүретін мені сөз етіп сыртымыздан мысқылдап күлгенін талай естідім. Ең ауыры, мектеп бітіргелі жатқан кезімде қолыма үштік баға түспеген, тек 4 пен 5-ке толы аттестатымды алып тұрған кезде бір апайымыздың айтқан сөзі болды. Әркім көрпесіне қарай көсілетін заман. Жағдайы барлар оқуға түсіп кетеді. Ал қотыр лағы жоқтардың бала оқытуға шамасы қайдан келсін? Көше тоздырғанша ата-аналарыңа қосылып жұмыс істеңдер. Ақшасы жоқтар қалада да күн көре алмайды. Бәрібір оқудан шығып қалады. Сосын қаланың көшесін тоздырады. Осылай деген апайымыз дәл менің отбасымды меңзегендей болған. Онсыз да оқуға түсе алмайтындығыма іштей налып жүргенімде мына сөз маған соққы болды. Ата-анамның дәрменсіз күйін көріп, сол күні әбден жыладым. Мектеп бітіру кешіне киетін әдемі көйлегім де жоқ еді. Намыстанып кешке барудан бас тарттым. Оқуға түспесең күйеуге тиесің. Қыздың өмірге келгендегі басты мақсаты сол деген анамның сөзіне сол кездері қатты ренжитінмін. Ауылда 2 жыл жүріп, анамен бірге талай рет еден жудым. Жағдайы жақсы отбасылардың үйін әктеп, тіпті кезегін істеп, тиын-тебен тапқан күндерімде болған. Қайтемін, Құдай осылай жаратса амал не деп көндіккен сияқты едім. Бір күні анам ауыл ортасында мектептің дәл алдында тұратын мектеп директорының үйіне қонақ күтісіп, ыдыс аяқ жууға шақырып жатқанын айтты. Өзімді оқытқан директордың үйіне барып күтуші болудан намыстансам да, денсаулығы онсыз да сыр беріп қалған анамды жібере алмадым. Оның үстіне үйдегі 2 інім мен 2 сіңілімнің де мектепке керек жарағын түгелдеуге ақша қажет болатын. Директордың әйелі мектептегі мұғалім апайлар мен өзге де қонақ әйелдерді шақырған екен. Басында тек ас үйде жүріп ыдыс аяқ жуып жатқан ол мені: «Гүлзира, мына жерді жинап әкетші. Шәй әкеле ғой ыстық етіп», деп қонақ бөлмеге шақырып ала берді. Тәрелкелерді жинап әкете берген шағымда: «Нағыз келін болатын қыз. Өкінбейсің әй Шарипа», деген сөзін естіп қалдым апайдың. Онша мән бере қоймасам да, оның нені меңзеп жатқанын ұқтым. Шарап ішіп, балқып отырған төрдегі семіз әйелдің қасындағы әйелмен сыбдырласып, мені көзімен меңзеп әлдене айтып жатқаны тағы да байқадым. Ыстық шәй демдеп қонақ бөлменің алдына жете бергенімде: «Немене, маған техничканың қызын тықпалап жатсыңдар? Менде өзім қатарлы терезем тең жандармен құда болғым келеді. Етікшінің баласы етікші болады», деген даусын естігенде қатты қорланғаным сонша ыстық шайды шашып жібергім келді алдына барып. Оған қосыла күлген мектеп мұғалімдерінің бәрі көзіме шайтандай көрінді. Алжапқышты шыға берістегі креслоның үстіне тастай салдым да үйге тұра жүгірдім. Көзімнен жас парлап жылап келемін. Көңілімде тек неге деген бірақ сұрақ тұрды. Үйге келгенімде сыры көшкен еден мен терезе, ескі перде, тозығы жеткен көрпелер, шеті кертілген ыдыс аяқтар, бәрі әлгі семіз әйелдің сөзін растағандай болды. Қолыңнан келсе, сен де сондай бол деп тұрғандай ет маған. Кешкісін анама: «Қалаға кетемін, жұмыс істеймін», дедім. «Қалада сені майшелпек күтіп тұр деймісің? Әлде кімнің алдауына түсіп жүрмексің ғой, сорлап. Отыр үйде.
Осылай деп ұрысқан анама бұлай жоқ жітікке өмір сүргім келмейтінін, өле-өлгенше ауылдың сиырын бағып, әркімнің үйінде жалданып жүретін ата-анамды көруге төзбейтінімді айтқанымда анам: етікшінің баласы етікші болады. Әкеңнің де, менің де ата-бабаларымыз сіңірі шыққан кедей. Сен соны өзгертемін деймісің? Деп мені жылатқан сөзді тағы да қайталап қалды. Тыңдағаным жоқ. Таңертең ерте жүретін, қалаға баратын көлікке мініп қашып кеттім үйден. Бауырларым мен ата-анамды қимасам да қаштым. Солар үшін. Қолымдағы азын аулақ ақшаға сеніп, жатақханада тұратын сыныптасымды іздеп таптым. Бар сырымды соған айтып жыладым. Ол не десін, өз әупіріммен жүрген қыз жұбата да алған жоқ. Бірақ уақытша тұратын пәтер тауып берді. Вахтер болып істейтін әйел үйінде пәтерші қыздар ұстайды екен. Сонымен таныстырды. Құрманай деп аталатын сол әйелге мені тура бақытқа салғаны үшін өмір бойы ризамын. Түрі суық болса да өте білімді, көргені көп әйел екен. Өкініштісі, бала туа алмайтын болған соң 15 жыл отасқан күйеуі тастап кетіпті. Үйіне ертіп барған күні ас үйді жинамаған қыздарға айқайлап ұрысып алды да маған қарап: жинап шық деді. Күнде жасап жүрген тірлігім. Лезде-ақ кішкентай ас үйді ретке келтіріп шыққаныма разы болды ма, өз бөлмесіндегі екінші төсекті берді. Жанына сол кезден жақын тұтты мені. Келесі күні сол жатақханаға аула сыпырушы етіп орналастырды. Аз-маз айлығы болса да, өзімнен артылғанын әке-шешеме апарып беруге болатын еді. Соны да місе тұттым. Жасы 50-ден асып қалған Құрманай апай кей күндері түннің бір уағына дейін кітап оқитын. Жұмысына алып кетіп те әрдайым оқып отыратынын көретінмін. Газет-журналдарды үнемі алып тұрушы еді. Мен де қызығып, бірнеше рет одан тығып оқығаным бар. Керемет кеңестерге толы, атақты адамдардың, әлемдегі ең бай адамдардың кітаптарын оқиды екен. Сондай бір журналдардың ішінен ақылды өз қатесінен, дана өзгенің қатесінен сабақ алады дегенді оқып ойланып қалдым. Осы уақытқа дейін оқуға өзім талпынбағаным басты қателігім екенін ұқтым. Ал анамның етікшінің баласы етікші болады дегені қателік екендігін мойындатқым келді. Егер әрбір жан өзі қаласа, ата-анасы таңдаған жолмен мәңгі бақи кетпейді. Өмірге келген әрбір жанның өз жолын таңдауға хақысы бар екендігіне көзін жеткізгім келді. Себебі сол кезде аула сыпырушы болсам да, болашағыма артқан үмітім зор еді. Құрманай апаймен ақылдаса келіп, сол жылы күзде ақылы сырттай оқуға құжат тапсырдым. Сенетін ешкімнің жоқ болған соң, өзің ақ екінші, үшінші жұмысты іздеп тауып, оқуының ақшасын төлейсің. Тек шын қалауың оқу мен табыс табу болса болды деген еді сонда. Расында жылына 200 ақш долларын табу үшін қосымша кітапханаға еден жуушы болуға, аптасына 2 рет бір оқытушымыздың үйін тазалап, кір-қоңын жууға келістім. Белім ауырып, балтырым сыздаса да, былайша есептеп қарасам, сол кездің барлығынан 22 000 теңге айлық алады екенмін. Құрманай апай сонда 12 000 ғана жалақы алатын еді. Қолыма ақша түскен сайын, менің өзіме деген сенімім арта түсті. Қаласам, табыс таба алатыныма, арманымды іске асыруға болатынына сене бастадым. Аула сыпырып жүріп, қурап жатқан жерге ағаш, түрлі гүлдерді егуді армандайтынмын. Сол арманымның бір ұшын апайға айтқанымда, ол арманың сол болса, мұғалімдік оқуда нең бар? Аула көркемдеуші, дизайнер болмайсың ба деп ой тастады. Тағы бір басылымнан, өзіңнің жаның қалаған жұмысты істе. Сонда ғана биік мақсаттарға, үлкен табыстарға қол жеткізе аласың дегенді оқығанмын. Кеудемде тағы бір жұлдыз жылт етіп жанғандай болды. Сырты жылтыр журналдардағы шетелдік әсем үйлерге, гүлдерден өрнек құрастырған аулаларға қызығып,
қалай жасайды екен деп арманға елтетін сәттерім есіме түсіп кетті. Бірінші курсты аяқтамаған маған дизайн мамандығына ауысу қиын болған жоқ. Сол кезде нағыз өз жолымды тапқаныма шын сендім. Мамандығым бойынша ең алғашқы жұмысым қалалық әкімшіліктің көгалдандыру бөліміне шақырту алғанда қуанышым қойныма сыймаған еді. Әкем мен анамды қуанттым. Ең бірінші жалақымды тұтастай жаныма ең жақын жандарға ұсындым. Айналдырған бір жылдың ішінде бар күшімді ауылдағы үйімізді ел қатарлына қосуға мақсат тұтып көздегеніме жеттім де. Мектеп бітіре сала әскерге кеткен інімді, одан кейін мектепті аяқталғалы тұрған сіңілімді оқыту, оларға Құрманай апай сияқты дұрыс бағыт-бағдар беру парызым деп санадым. Бауырларымнан күткен үмітім ақталды да. 28-ге аяқ басқан шағымда көптен достасып жүрген жігітіме тұрмысқа шықтым. Өзіме сенімді болғаныммен өзге үйдің табалдырығын аттау оңайға түскен жоқ. Енем көптен ауылда тұрып, қайын атам қайтыс болған соң қалаға көшіп келген екен. Ең алдымен оның өзінен басқаны менсінбейтіні маған қатты оғаш көрінді. Келген кеткеннің киімінен айтқан сөзіне дейін сынап, олардың сөздеріне бастапқыда сәл-пәл ашулансам да, жаныма серік болған баяғы өзгенің қатесінен сабақ алатын мәтелімді ішімнен айтып сабырға келетінмін. Енемнің тағы бір олқы қылығы ағайынмен араласуға ниетінің жоқтығы еді. Мүмкін өзінің бір өкпесі бар шығар, дегенмен ол үшін ағайын арасын ажыратудың жөні жоқ емес пе? Әкең өлген соң, солар сені керек қылады дейсің бе деген сөздерінен ойланып қалатын күйеуімді мен керісінше үгіттейтінмін. Өзім қанша жоқ-жітік жерден шықсам да, ата-анамның ағайынмен араласудағы көпшілдігін көріп өскенмін. Оның үстіне бір үйдің жалғыз келіні болғанмен көппен араласуды, ағайынмен таныс, аралас-құралас болғанды қатты қаладым. Жалғыз қалар жігіт ағайынын жатқа айырбастайды дегенді жиі айтып жүрдім. Басында ол анасының айтқанынан шықпай, ағайыннан біраз қол үзіп қалды. Тұңғышымыз туылып, бесік тойын жасаған дастарханымызда адам толған жоқ. Жанашыр ешкіміміздің жоғы қатты білінді. Содан бастап күйеуім менің айтқаныма сәл мойнын бұрып, ауылдағы ағаларын іздейтін болды. Енемнің қателігінен де өзіме сабақ іздедім. Оның істегенін қайталағым келген жоқ. Қазір 3 ұл, 1 қызымыз бар. Тұрмысымызды жақсы дей аламын. Аллаға шүкір. Тынбай еңбек етудің ғана арқасында жеттік бұл жағдайға. Тағдыр бізді қинап бағадақ. Бірақ қалай қинау керектігін біз өзіміз таңдаймыз деген сөз менің қойын дәптерімнің бірінші бетінде орын алған болатын. Иә, барлығы да өзіңнің шешіміңе, таңдаған жолыңа байланысты екен. Бір кездері ауылда техничканың қызы деген атымды мәңгілікке жойдым. Тіпті бір кездері сондай еді-ау деген сөздерге намыстанбаймын да. Ол да сабақ болар мүмкін. Егер ауылда сондай сөздер намысымды қамшыламағанда, мен қазіргі жағдайыма жете алар ма едім? Кім білсін? Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.